Ассалаумағалейкум. Біздер бүгін Эксет центрға келіп қалдық. Абылқайыр проспект, Абылқайыр 91-де орналасқан автосалон. Атыраудағы бізде көктем болып тұр. Бүгін Атырауда минус 3 градус көрсетіп тұр. Январдың 26-сы бүгін. Бүгін сол салондағы машиналармен, бағаларымен таныстыратын боламыз сіздерге. Осы жерден арнамызға тіркеліп қоңырауын басуды ұмытып кетпеңіз. Ассалаумағалейкум. Так, ақ түріне шетінен басып кетейін. Эксет. Көлік туралы ақпарат бере аласыздар ма? Айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум. Автокөлік жалпы Exit толықтай Қытай автопромынан шығатын автокөліктер. Бұлар негізінде өздерінде Exit модельдеріне 3 модель болады. Самый компактный кроссовер, средний кроссовер и ең үлкен 7 орындық болып келеді. Самый компактный кроссовер бізде LX моделі, ар жақта қызыл цвет көріп отырғанымызда. Мына қазір түсіріп жатқан модель бұл бізде TXL средний вариант. Средний, да? Бұл яғни полноприводный, 2 объемдық, толық жетек толық есептеледі бұлар дейтін. Роботизированный коробка передатчикпен келеді. Кузов жағынан келетін болсақ, кузов толықтай металл дейтін, немецкий оцинкованный металлдан жасалған бұларда. Яғни ешқандай коррозияға подвержены болмайды. Автокөліктің моторлары яғни 2 объемдық австрийский моторға есептеледі негізінен. Бірақ та бұлардың моторы Exit және AVL компаниясы совместно жасап шығарған моторлар. Былай айтқан кезде гарантия бұлардың основной компоненттеріне 700 жыл немесе 200 мың километр береді. Основной компоненттер бізде мотор, коробка, турбина, электроника. Электроника жағынан толықтай болады. Немецкий, бошевский нелер қондырылған электроникасы. Передатчиктер, да? Бізде бос автокөліктің салон жағын қарау үшін ана автокөлікке өте қояйық. Қараш. Қайсысына? Ана бізде серый тұрған. Сол дәл осы автокөлік. Ана алда тұрған, да? Да, полный комплектация мынау ғой, иә? Қызылында. Қазіргі автосалон шорумның ішінде тұрған автокөліктің барлығы толық комплектация. Барлығы, иә? Салонға отыра қойып, автокөлікке отыра беріңіз. Хорошо. Так. Осындай. Ал, шын көрейік. Бисмилла. Машинаның тормозын басып қызырышынан қалады. Тормозын басқанда уже сиденье. Автоматически. Жалпы негізінде салоннан бірінші қарап өтетін, это бізде кілт жатыр. Бұлардың кілттерінде заводская автозаводка, сигнализация сразу заводская жүреді бұларда. Дополнительный дым қондырмайсыз бұларға дейтін. Автозаводка дейтін бұларда 60 метр жерден ұстай береді. Мына кнопка замканы басып тұрсаңыз 8 секундтай сол кезде автокөлік өзі қызады. Автокөлік қызған кезде бұлар дейтін рабочий температураға дейін автокөлік алып келеді де өзі өшіп қалады. Егер де сіз машинаны қыздырып қойып, сосын ешқайда шықпай қалатын болсаңыз, просто шықпайтын ой болып қалатса, мысалы дейтін. Кнопканы замканы қайтадан баса қойсыз, сол кезде машина өшеді. Бұларда дейтін толықтай двухзонный климат контроль болады, көріп отырғаныңыздай сізде бөлек, менде бөлек болады. Сосын барып дейтін подогрев, яғни бұларда зимний пакеттен толықтай пакет орнатылған. Подогрев передних сидений, сіздікі, менікі бөлек. Сосын артқы орындықтардікі өздерінде артына центральный консольда қондырылған, астында мынада көрсетілген. Сосын барып дейтін подогрев рулевого колеса кнопкасы мынада көрсетілген, сізде тоже рульда бұларда подогрев болады. Подогрев передних, задних лобовых стекол и боковых зеркал. Яғни оның кнопкасы мына жерде орнатылған. Бұларда дейтін сенсорлы батырма болады, екеуінде де. Мынаның барлығы сізде сенсорлы батырма болады. Бұл жерде основной кнопка үшін тек қана мынау болды. Мыналарды мысалы мынаны қатты ұрып басу керек, сол үшін.
Сосын форсунка омывателя бар дейтін, су шашатын тоже не болады. Обогревкен келеді барды. Панорама, иә? Иә, панорамный люк крыша келеді, заводской видеорегистратор, мына блоктың ішінде келеді барды. Өзі заводской болды бәрі, да? Заводской видеорегистратор келеді. Панорамный люк крыша кнопкамен ашылады, немесе голосовой набормен ашылады. Голосовой да ашып болады, да? Голосовоймен ашуға болады, көрсетіп жүр оңыз. Панорама. Привет, Exit. Привет, Exit. Что случилось? Открой люк. Дәл сол сияқты люкті де ашады, На данный момент есть небольшие проблемы. боковой терезелерді де ашады, мысалы байытуға болады, мына кнопканы басасыз, бұл жерде не обязательно Exit жөнінде қайта команда беру, кнопканы басасыз. Что случилось? Открой переднее пассажирское окно. Окей. Дәл сол сияқты жауап қылады. Негізі командалар барды, сол люкті ашып жабуға, боковой терезелерді ашып жабуға, сосын барып климат контролдың не холодным, не жарко жөнесін атқарады функциясын. Телефоныңызбен Bluetooth қосылған кезде бұларда дейтін звондайды осы сізге. Отклонить звонок, принять звонокқа жауап береді. Мына жерде тачпад бар сізде, радио волналарды ауыстыру үшін арналған, мысалы бүйткен кезде мына жақта радио волнаның барлығы ауысып отырып көріп отырсаңыз. Дауыс қосып азайтатынына мына жерде орнатылған, сосын мына жерде сіздер мультирулыңыздар. Беспроводный подзарядка телефона мына жерде қарап отырсаңыз, телефонды қоясыз, подзарядка телефон жасай береді. Көтерсеңіз, ішінде сізде 2 USB порт бар, сосын 12 вольт розетка. Автокөлік негізінде салонында барда ішіндегі тігілген кожаның барлығы американский люкс кожа келеді, антиаллергенный, жаңағыдай аллергиясы бар адамдарға ешқандай зиянын келтірмейді болады. Автокөліктің климат контроль жаңа мен басында айтып өттім, ол озонный болады деп, олардың климат контрольдары корейский Valeo деген компания қондырылып қойған. Корейский Valeo деген компания өте жақсы, жаңағыдай қыста да жазда да өзінің жұмысын жақсы атқарады. Автокөлік енді ішінде акустический системасынан қарайтын болсаңыз, бұларды толықтай ішінде 6 динамик болады мына машинада. Sony компаниясының орнатылған, толықтай японский компания яғни. Sony, да? Иә. Компания Sony, да? Дизайн, автокөліктің дизайнымен, яғни Range Rover'да шығарған дизайнер бар, сол толықтай осы 3 модельдің дизайнын сол кісі сызған. Яғни бұл жерде барлық авторский правомен Exit негізінен премиалды автокөлік болып есептеледі қазіргі уақытта. Негізі. Сырт жағын бір айналып шығайын. Веселі. Рахмет. Жақсы. Жақсы нетіпті. Астарына қара беріңіздер. Астында шіріп жоқ дейсің. Так. Кнопкамен да, мына жердегі да? 423 литр, орындықты жатқызған кезде 1900 литр болады. Бордайтын двойной дно жет. Комплектте не бар? Двойной дно жет, мына жерде тағы да бір не бар. Біз комплектте бордайтын, мынау 1.6 объемдікі, 1.6 объемдарда докатка жет, яғни неполноразмерный жет. Егер 2 объемды қарайтын болсаңыз, орда сразу титановый дискісімен уже не болады мына жерде, полноразмерный болады. Қазір осы тек қана осы комплектация да? Осы дегенде бізде автокөліктер наличие бар, цвет жағынан, объем жағынан бар. Бізде шоурумдарда көрсетуге қойған автокөліктер тек қана бар. Егер цвет қарайтын болсаңыз, ағы, қарасы, серый, қандай керек, барлық цветтер наличие бар. Жалпы қарайтын болса, не қоя? Алдын ала заказбен солай жасатасыздар да? Заказ бергенде бізде барлығы наличие тұр өзіміз. Не обязательно заказ беріп сіздер дейді. Наличие бар да, любой уақытта да? Автокөліктің 1.6 объемның бағасы 20 миллион 920, 2 объемдікі 22 миллион 570 мың теңге. 1.6 автокөлік, 1.6 объемды автокөлік болған жағдайда сіздерге зимний поддержка подарок жоқ қазір уақытта. Толықтай бізде сосын бар трейдинг бағдарламасы да қарастырылған. Өзіңіздің автокөлігіңізді бізге тапсырып, бізден автокөлік алуға болады. Ол жағдайда сізде мына алып жатқан автокөлігіңізге тағы да дополнительный скидка жоқ. Бана кез келген машина, өзің машинаң болса да? Иә. Келіп, оценка қойындырып деген сияқты. Иә. Қазақ учетта болу керек та? Соған бірінші оценка жасайды. Оценка жасайды бізде. Шыққан бағамен бана минусовать етесіздер де. Еще оған
скидка болады да сол әкелген үшін да. Автокөлікке, иә, консультант арасында скидка салатын автокөлік. Автокөлігіңізді әкелген үшін да. Передний, задний парктроник, передний, дистроник бар, 360 камерасы бар жаңағыдай. Өздеріңіз сервистарыңыз бар ғой да, Сервис барлығы бізде осы жерде, иә. Барлығы осы жерде. Основной расходный материалдардың барлығы бар. Жаңағыдай сізде май ауыстырулар, фильтрлар, свечалар, мысалы основной расходный тағы да в основном машиналар жаңағыдай кететіні кейде катушкалар кетіп қалады. Сондай нелердің қосалқы бөлшектердің барлығы бар бізде. Егер де жаңағыдай основной мысалы болады ғой агрегаттар, допустим, генератор, основной моменттердің барлығы бізде заказбен 10 күнде 15 күнде Қытайдан әкеліп береміз. Через Китайдан кетті бәрі да, Қытайдан. Заводской леттек фара, адаптивный лад, ближний дальний автоматический лада, противотуманный фарлар дейтін столный поворот опырлар. Мына өзінің заводской несі ма? Тонировка да? Жоқ, тонировка жоқ болды. Бана ішінен қараған тонировка сияқты көрінеді екен. Заводской. Заводской да бәрі. Машина Европа елдеріне шығарылғасын бұға тонировка қондырылмайды. Все, жақсы, рахмет. Все, хорошо. Жақсы ақпарат беріңіз. Бұйырса, қараймыз. Мына цвет жақсы екен. Қызыл цвет әдемі. Бағанағы айтқаныңыз осы ғой, иә? Алдыңғы жетекті автокөлік, бұлар дейтін самый компактный кроссоверлар есептеледі бізде. Вариатор коробка передачпен келеді. 1.5 турбированный мотор, 127 аттың күшімен өріп бар. Борда бағасы айырмашылығы қанша? Айырмашылығы барда дейтін полный комплектация 17 миллион 300. Так, люкс 17, 15. Так, все, жақсы, рахмет. Так, жақсы ақпарат алдық бұйырса. Егер Эксет автокөлігін қарап жүрген болсаңыздар, келіп қарап, осындай ақпарат алсаңыздар да болады. Өте жақсы екен. Өзіме ұнады. Комфорт кәдімгі ішінің барлығы сенсорный. Вот дамыған заман, Ал, жақсы ал. Бұйырса Эксет автокөлік қарап жүрген болсаңыздар, толық ақпарат алдық деп ойлаймыз. Арнамызға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп кетіңіз. Алда бұйырса жақсы пайдалы ақпараттар ұсынатын боламыз.